Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сізге керемет үй жағдайында дәмді болып шығатын красный бархат тортын дайындаймыз. Бірінші қадамды қамырдың негізін дайындаудан бастайық. Үлкен ыдысқа қант пен сары майды қосамыз. Ингредиенттерді мұқият араластырамыз. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болу керек. Осыдан кейін біз сұйық майды қосамыз. Бір қалыпты араластырып, красный бархат тортымызға тамаша комбинация жасаймыз. Қызыл бархатқа қажетті ингредиенттердің барлығын описанияда жазып кететін боламын. Енді маңызды сәт, жұмыртқаға көшеміз. Жұмыртқаларды бір-бірден қосып, әрқайсысын қамырға жақсылап араластырамыз. Барлық жұмыртқаны бірден қосуға болмайды. Бір-бірден сала отырып, миксердің қатты жылдамдығымен араластырамыз. Осындай пышный масса шығу керек. Бұл жұмыртқалық масса дайын. Енді құрғақ ингредиенттерді дайындаймыз. Ең алдымен ұнға какаоны қосамыз және сода, разрыхитель салып, ақырын араластырамыз. Осылай бөлек-бөлек дайындап алған ыңғайлы. Осы құрғақ ингредиенттерді жұмыртқалық массаға қосар алдында міндетті түрде електен өткізіп қосу керек. Міне, бұл да дайын болды. Енді айранды алып, қызыл краситель қосамыз және араластырамыз. Красный бархатқа осындай сұйық краситель болған жақсы. Сұйық краситель қосса, түсі қанық болып шығады. Егер сізде порошок краситель болса, оны да қосуға болады, бірақ оның түсі қатты қанық болып шықпайды. Осылай жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқалық массаға ұнды електен өткіземіз және айранды бірте-бірте құя отырып араластырамыз. Дәл осылай үшке бөліп жасаймыз. Егер массаның түсі осындай қанық болмаса, тағы да краситель қосуға болады. Міне, үшінші рет електен өткізіп ұнды салдым және қалған краситель қосылған айранды қосамыз және жақсылап араластырамыз. Осы кезде миксермен жай жылдамдықта міндетті түрде араластыру керек. Массаны миксермен қатты жылдамдықта және көп араластырып қойсаңыз, кождар көтерілмей қалуы мүмкін. Бізде осындай қоюлау масса шығу керек. Енді біздің кождар теңдей болу үшін мен осылай 3 бөлікке теңдей бөліп алдым. Және арнайы осындай дөңгелек ыдысқа пергамент төсеп, массаны құйдым және тегістеп барлық жетіне жағып шықтым. Менде пісіретін табаның диаметрі 24 см. Осы уақытта біз пешті 180 градусқа қыздырып қоямыз. Бұл кождарды қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз және шеттерін осылай піскен уақытынан кесіп отырамыз. Кождың шеттерін бір ыдысқа салып қоямыз. Бізге бұл красный бархат тортын әсемдеуге керек болады. Бұл кождар өте жұмсақ болып шығады. Енді бұл кождарды әбден суығанын күтеміз. Кремді ыссы кожға жағуға болмайды. Енді кремді дайындауға көшеміз. Ең алдымен бізге салқын сливки керек болады. Енді сливкиді миксердің жай жылдамдығынан бастап, жоғары жылдамдығына дейін жаймен көтере отырып араластырамыз. Енді сахарная пудра салып, жақсылап араластырамыз. Мен осы жерде сіздерге бір құпия айтайын. Крем дұрыс шығу үшін крем жасайтын ыдыс пен миксердің темірлерін алдын ала. Егер сізде сұрақтар мен ұсыныстар болса, комментарийда жаза отырыңыз. Мен барлығын оқып, сіздерге жауап беремін. Холодильникке қойып, салқындатып аламыз. Сол кезде крем өте күшті болып шығады. Енді 2 үлкен ас қасықты толтырып маскарпоне қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Маскарпоненің мен осындай түрін пайдаланамын. Крем осылай төңкергенде құламау керек.
Дайын кремді осындай кондитерский пакетке салып, кремді әсемдейтін боламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Тарелкаға осындай кальцоны қойып, бірінші коржды саламыз және барлық шетіне кремді жағып шығатын боламыз. Кремді корждың үстіне ешқандай бос орын қалмайтындай етіп, барлық шетіне біркелкі етіп жағып шығу керек. Дәл осы креммен қызыл барқыт торты әдемі үйлеседі және дәмі де өте дәмді болады. Енді екінші коржды қойып, дәл осылай кремді барлық шетіне бір қалыпты етіп жағып шығамыз. Қызыл барқыт торты басқа кремдермен үйлесе бермейді. Именно осы сливкимен жасалған креммен әдемі үйлеседі. Енді үшінші коржын қойып, тағы да бетіне бір тегіс қылып жағып шығамыз. Және лопатканың көмегімен беттерін тегістеп шығамыз. Қалауларыңызша торттың бетіне әртүрлі өнерлер салсаңыз болады. Осылай бетін тегістеп болғаннан кейін бұл тортты кальцодан босатпай холодильникке 1 сағатқа қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін кальцодан тортты босатамыз. Пышақтың көмегімен осылай шеттерін жүргізіп шығамыз және кальцоны алып тастаймыз. Қалған кремді торттың шеттеріне біркелкі етіп жағып шығамыз және торттың формасын келтіріп, барлық жерін тегістейміз. Осылай үй жағдайында красный бархат тортын пісірсеңіз болады. Қалған корждарды блендерден өткізіп ұсақтап аламыз. Енді сол ұнтақталған корждарды торттың шеттерінен әсемдеп шығамыз. Барлық жеріне жеткізіп сеуіп шықтым. Бұл жерде өзіңіздің фантазияңызға қарай әсемдейсіз. Осылай үй жағдайында қызыл барқыт тортын оңай әрі тәтті қылып жасауға болады. Бұл тортты жақындарыңызға немесе қонақтарыңызға арнап пісірсеңіз болады. Оларға міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Жаңа видеоларда кездескенше сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.